Айнұр колледжде оқып жүргенінде жалдамалы пәтерде тұрды. Жанында бірге тұратын қыздармен бірге намаз оқи бастады. Араб тілін үйренді. Интернеттен түрлі діни уағыздарды тыңдай жүрді. Қап-қара киініп оранды. Әке, шеше, туған бауырларынан алыстады. Күйеуге шықты. Көп замай күйеуі Египетке оқуға кетіп қалды. Сол жақтан Сирияға өтіп кетті. Бұған хабарласты. Сен Сирияға келесің. Мұнда біз шариғаттың заңдарымен өмір сүреміз. Халифат құрамыз. Барамын. О жаққа қалай жетемін? Мен барлығын реттеймін. Күйеуінің шақыруына қарсы шыға алмады. Қызы 2 жасар еді. Қызын алып Сирияға кетуге дайындалды. Бұл жоспарын тек әпкесіне айтты. Жаным-ау, Сирияда нең бар? Бармайсың. Жоқ, күйеуім шақырды, барамын. Ол күйеуінің нұсқауымен Ақтөбеден шығып, қызымен бірге Қырғызстанға жетті. Бішкекте әуежайда күйеуінің дайындап қойған адамдарымен кездесті. Сол жерден Түркияға қарай ұшты. Стамбулдан Сирия шекарасына дейін автокөлікпен барып, Сирия шекарасын заңсыз кесіп өтті. Даиш бақылайтын аумаққа кіріп, күйеуімен көрісті. Бұл жерде бәрі басқаша. Бетіңді ғана емес, көзіңді де жауып жүресің. Соғыс күшейді. Бір күні күйеуінің соғыс таласында бомба түсіп, өлгенін естіді. Оның денесінің суретін күйеуінің жанындағы танысы телефоннан көрсетті. Жесір қалды. Тағы басқа біреу мұны әйел қылуға ниет білдірді. Оны сондағы әйелдердің бірі жеткізді. Күйеуге шыққың келе ме? Жоқ, шыққым келмейді. Қазір жағдай қиын, сендерді асырайтын еркек керек. Сөйтіп ол екінші күйеу болатын адаммен жұрт көзінше бір рет кездесті. Некелерін қиды. Екінші күйеуінен де бала туды. Арада 3 жыл өтті. Даиштың қатыгез әрекеттеріне куә болды. Мұнда ешқандай діннің жоғын түсінді. Қазақстандағы әпкесімен сөйлесті. Әпке, бұл жақта нағыз тозақ екен. Барлығы діннің бетпердесін киіп алған қылмыскерлер екен. Қазақстанға қайту үшін Даиш аумағынан қашып шығудың жолдарын іздеді. Басқа елдермен кеңесті. Мұнысын екінші күйеуіне білдірмеді. Ақшасын төлесе, алып шығатын адамдар бар екен. Қанша ақша алады? 5 мыңнан 20 мың долларға дейін алады. Сөйтіп Қазақстандағы туыстарына хабарласып, ақша аударуын сұрады. Түркияға аударған ақшаны делдалдар арқылы алдыртты. Тағы басқа бір топ әйелмен бірге сол алып шығатын адамдарға ақша берді.